Қайырлы күн баршаңызға, менің есімім Бақыт. Біз бүгін крючокпен тоқма тоқып үйренеміз. Ол үшін мынадай трикотажды жіпті алдымен кішкене созып аламыз. Өзімізге қажетінше. Енді кез келген нөмірдегі ілмекті кез келген болғанда жіптің қалыңдығына байланысты алтылық, болмаса 5-5, 6-5 деген сияқты. Трикотажды жіпке көбінесе сондай 6, 6-5, 5-5 нөмірлі ілмектер қажет болады. Сондай ілмекті алып тоқсаңыз болады. Тоқманы былай бастаймыз. Тоқма тоқитын кезде жіпті, мынау жіптің ұшы, мынау жұмыс жібі деп аталады. Мынау жалғасқан жіпті, шексіз жалғасқан жұмыс жібі деп аталады. Жіптің ұшын өзіміздің қолымызбен былай домалақтаймыз, айқастырып аламыз жібімізді. Жіптің ұшы келесі жағына қарайды да, жұмыс жібі бізде сол жаққа қарап тұрады. Енді жұмыс жібін айналдырып, арғы қарама-қарсы бетіне қарай жақындатамыз. Енді ілмегімізді мынау домалақ круг, кішкентай ғана круг тұр. Осы домалақ жіптің бергі бетінен кіргізіп, ілмекті осылай ұстаймыз да, бергі бетінен кіргіземіз. Кіргізіп, мынау жұмыс жібін өткіземіз былай. Содан кейін мынау жіптің ұшын осылай тартамыз да, мынаны жұмыс жібін былай тартып аламыз. Бұл түйін шықты, бір түйін болды. Бұны баған деп атайды. Петля дейді ғой, қазақ тілінде баған дейміз. Енді келесі бағанды тоқу үшін тағы да ілмегімізді мынау жұмыс жібіне ілеміз. Ол үшін жұмыс жібін қалай ұстаймыз? Жұмыс жібін балан үйрек саусағымызға ілеміз осылай. Қалған етегін басқа саусақтармен былай қысып ұстаймыз. Осылай қысып ұстаймыз. Келесі мынау тоқитын нәрсемізді осылай ұстаймыз. Содан кейін ілмегімізді мынау жұмыс жібінен іліп, түйіннен өткіземіз. Сонда сізде бір баған тоқылады. Келесі тағы да жұмыс жібін осылай балан үйрек саусақта ілінген бойы келесін тоқимыз. Басқа да мысалға екі қолмен, екінші қолдың көмегімен осылай да тоқса болады, бірақ жалпы тоқманың ережесі, қағидасы десек те болады, ол балан үйрек саусаққа осылай іліп жұмыс жібін осылай тоқу. Санаймыз. Енді қалай санаймыз? Мына түйін есептелмейді. Кейбір мына бір жері есептелмейді. Сонда бір түйін, бір баған, екі баған, үш баған, төрт баған болды. Мынау бізде мынау жұмыс жібі ілініп тұрған. Бұны ауадағы жіп деп атаймыз. Воздушный дейді ғой, ауадағы жіп. Яғни бізде қазір 4 баған тоқылды. Келесі 5-ші баған. 5-ші бағанды қалай тоқимыз мінеки? Деп отырамыз. 1 баған, 2 баған, 3 баған, 4 баған, 5 баған, 6 баған.
мынамен 7-ші баған тоқиық. Өзіңізге неше баған керек, сонша бағанды осылай тоқысаңыз болады. Келесі біз енді сопақша тоқитын болсақ, мәселен, сөмкенің астын, сопақша тоқитын болсақ, мынау ауадағы жіпті кішкене босаңсытып аламыз ілмектен. Содан кейін бұл ауадағы жіп ешқашан есептелмейді, саналмайды. Енді бірінші жіп тұр ғой, мынау. Бірінші жіп. Бұны босатамыз. Мынау тоқыған затымызды қараңызшы. Өрілген шашты өріп қояды ғой қыздар сияқты, ұзын шаштың өрілген сияқты болып тұр, Екінші теріс жағын көрейік. Неге теріс жағы да осындай болады. Енді біз былай істесек болады. Мынау тоқылған дүниемізді теріс қаратамыз. Келесі жағына. Мінекей осындай болып тұрады. Енді бірінші баған, санағандағы бірінші баған мынау ғой. Бірінші бағанға тиіспейміз. Аттап өтеміз де екінші бағанға, екінші баған болып есептеледі. Екінші бағанның ортасындағы мынау жіп тұр ғой, ортасындағы. Сол бағанға ілмегімізді кіргіземіз, мінекей. Кіргіздік. Мынау жұмыс жібі, жұмыс жібін айналдырып әкеп, мына жағынан шығарамыз. Енді соған ілмегімізді іліп, былай тартып аламыз. Тартып алдық. Енді осыны тоқимыз. Біріншісіне өткіздік, екіншісіне өткіздік. Сонда бізде мынандай дүние шықты. Келесі тағы да тоқимыз. Екі қатар тұрған жіп тұр. Соның ортасындағы міне үлкен жіп көрініп тұр ғой. Содан өткіземіз. Ол үшін ілмегімізді өткізіп аламыз. Жұмыс жібі баланерік саусақта тұрады. Соған ілмек тіліп, мінекей. Енді тоқып аламыз. Жұмыс жібін мынау өткізген дүниемізден тағы да бір рет өткізіп аламыз. Екі баған тоқыдық. Үшінші баған. Саламыз. Жұмыс жібін ілдік, тартып алдық. Енді соған тағы да осылай тоқимыз. Үш баған тоқыдық. Келесі тағы да ортасына саламыз. Дәл осылай мынау жіптеріміз біткенше, яғни соңына дейін, қатардың соңына дейін тағы да өткізіп аламыз. Жұмыс жібін ілдік, өткізіп алдық. Тағы да ортасындағы жіпке кіргіземіз ілмегімізді. Оған жұмыс жібін ілеміз. Мінекей. Одан өткізіп аламыз. Дәл осылай тоқи береміз. Мінекей соңғы бағанға келдік. Соңғы бағанның ортасындағы жіп. Ілмегімізді өткізіп аламыз. Жұмыс жібін ілеміз. Одан өткіземіз. Бізде осындай дүние тоқылды. Енді ары қарай тоқу үшін біз ауадағы тағы да бір баған тоқып аламыз. Ауада. Воздушный, ауада тоқу деген сөз, ол ештеңесіз, жай ғана бір рет баған тоқу. Ауада бір рет тоқыдық. Енді мынау тоқылған дүниемізді керісінше теріс қаратамыз. Қайтадан теріс қараттық. Міне екінші жағына қараттық. Жұмыс жібі өзі айналып тұра береді, оған тиіспейміз. Енді
бірінші баған, мынау ауадағы жіпті есептемейміз, одан кейінгі бірінші бағанға тиіспейміз. Екінші бағанның мынау екі жіп қатар тұр. Сол екеуінен бірақ өткіземіз. Ол қалай жүзеге асады? Ілмегімізді мінекей бірінші бағанға тиіспейміз, екінші бағанға ортасынан кіргіземіз. Сонда екі жіптің астынан өткіздік. Енді мынау жер қатты кең болмас үшін жұмыс жібін кішкене тартып аламыз да. Ілмекке жұмыс жібін ілеміз. Оны бергі бетінен шығарып, одан жұмыс жібін өткізіп аламыз. Екі жіптен қатар өткіземіз. Сонда осындай дүние пайда болады. Тағы да мынау екі қатар тұрған жіптің астынан, яғни бұлай қарасаңыз өзі ойық болып көрініп тұр, тесік. Сол тесікке өткізіп аламыз. Жұмыс жібін өткіздік, оған жұмыс жібін ілеміз. Енді бұлай шығарып аламыз. Келесі тағы да өткіземіз. Жалпы тоқу бұл аса бір қиын нәрсе емес. Әрбір әйел заты тоқып білуі керек деп ойлаймын. Мінекей. Өткізіп отырамыз осылай. Кішкене күш қажет болады. Келесі соңғы бағанымыз қалды. Екі тоқылған дүние тұр, екі жіп қатар тұр. Соның арасынан ойық, тесік дейміз, ойық дейміз. Сол жерден тағы да ілмегімізді кіргіземіз. Жұмыс жібін іліп алдық. Енді өткіземіз. Жұмыс жібі өтті. Бізде осындай дүние пайда болды. Тағы да ауадағы жіпті тоқып аламыз. Енді тағы да керісінше келесі жаққа айналдырамыз. Екі жағын алма кезек ауыстырып отырамыз ғой осылай. Тағы да бірінші бағанды есептемейміз. Екінші бағандағы екі жіптің ортасына, қатар тұрған екі жіптің ортасына кіргіземіз. Жұмыс жібін ілеміз. Кіргіземіз. Осылай тоқи береміз. Тағы да екі жіптің арасынан өткіздік. Жұмыс жібін ілдік. Соңғы баған, шатаспаймыз, мына жақтағы басқа жағына емес, соңғы бағандағы екі жіптің арасына кіргіземіз. Енді тағы да ауадағы жіпті тоқып аламыз, бір тал. Тағы да тоққан дүниемізді кері айналдырамыз теріс. Бір баған тастаймыз, екінші баған. Мынау жібімізді, бұл трикотажды жіп болғаннан кейін кішкене созылады, сондықтан тағы да осылай тартып, кішкене созып аламыз. Қажетінше. Мінекей. Осылай тоқи береміз. Екі жіптің ортасына кіргіздік. Егер таппай, шатасып, алғашында әрине қиын болады. Шатасып, түсінбей жатсаңыз, мінекей, домалақ түйін тұр, бір түйін, екі түйін, үш түйін, төрт түйін, бес түйін тұр, мынау 6. Мына жерде 7 сонда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бірінші түйінге тиіспейміз. Бірінші түйін мен екінші түйіннің ортасына салдық. Енді ілмегіміз тағы да екінші түйін мен үшінші түйіннің ортасында өзі ашық жер тұр, мінекей. Соған саламыз.
мына жақтан шығарып аламыз. Дәл осылай тоқи береміз. Енді тағы да ауадағы бір жіпті тоқып аламыз осылай. Тоққан дүниемізді теріс қаратамыз. Бірінші бағанға тиіспейміз, екінші бағанын екі түйіндір ғой, соның ортасынан ілмегімізді саламыз. Жұмыс жібін балан үйрек саусағымызға іліп аламыз. Мінекей аяқ жағын осылай қысып ұстаймыз. Ілмекке жұмыс жібін іліп, осылай тартып отырамыз. Келесі, екі түйіннің ортасы ашып алмасаңыз болмаса мына жағынан бір баған болып тұр. Сол баған екі жіптің астынан өткіземіз. Дәл осылай тоқи береміз. Бұндай тоқыманың түрінен кез келген сөмке, кез келген дүние тоқуға болады осындай қып. Кез келген дүние шығады. Мінекей соңғы бағанға қарасақ, мына жерде түйін тұр. Түйіннің үстінен бұлай түйінді жіберіп, бұлай өткізіп жібермеңіз. Түйініміз артта қалады. Мінекей екі түйіннің ортасынан өткіземіз. Өзі кішкене ғана ойық тесік болып көрініп тұр. Сол жерге ілмегімізді ілеміз. Жұмыс жібін өткіземіз. Тартып аламыз. Енді қатарымыз бітті. Енді ауадағы жіпті тоқимыз. Бізде осындай тоқыма шықты.